Біз миымыздың тек 10%-ын қолданамыз дегенді естіген шығарсыз. Ал қалған 90%-ы іске асырылмаған потенциал ретінде қалады дейді. Алыпсатарлар сіздің жасырын потенциалыңызды нейробиологияға негізделген әдістермен ашуға уәде береді. Бірақ оларға керегі сіздің ақшаңыз ғана. Қоғамның 2/3-і және жаратылыстану мұғалімдерінің жартысына жуығы 10% аңызына сеніп қателеседі. 1890 жылдары американдық психологияның әкесі Уильям Джеймс көпшілігіміз ақыл-ой потенциалымызды толықтай аша алмаймыз деді. Бұл сөздермен Джеймс айыптауды емес, мидың мүмкіндігін сынауды көздеген. Алайда адамдар арасында түсініспеушілік пайда болды. Ұзақ уақыт бойы ғалымдар көлемді маңдай бөлімі мен ауқымды төбе аймақтарының мақсатын анықтай алмады. Зақымдану қозғалыстық немесе сезімталдық жеткіліксіздікті тудырмады. Сондықтан ғалымдар бұл аймақтар еш нәрсеге жауапты емес деп қорытындылады. Осыған байланысты ондаған жылдар бойы бұл аймақтар тыныш деп аталды. Кейінірек олардың адам өміріне қажетті атқарушы және интегративті қызметтері анықталды. Қазір олар дерексіз ойлау, жоспарлау, шешімдерді саралау мен қоршаған ортаға тез бейімделудің кілті болып табылады. Егер біз мидың энергияны қалай қолданатынын есептесек, мидың 9 бөлігі белсенді емес деген ой біртүрлі ақымақтық болып естіледі. Кеміргіштер мен иттердің миы дененің жалпы энергиясының 5%-ын, ал маймылдардың миы 10%-ын пайдаланады. Ал жалпы дене салмағының тек 2%-ын құрайтын ересек адамның миы глюкозаның күнделікті тотығуының 20%-ын тұтынады. Балалар үшін бұл сан 50%, ал нәрестелер үшін 60%. Бұл шама олардың ми көлемін денесімен салыстырғандағыдан әлде қайда көп. Дегенмен дененің көлеміне пропорционалды. Адам миының салмағы 1,5 кг, пілдің миы 5 кг, ал киттің миы 9 кг. Алайда адам миы кез келген басқа тіршілік иесінің миына қарағанда өте көп нейрондарға толы. Бұндай тығыз нейрондармен толтырылу бізді саналы және ақылды етеді. Дене мөлшері мен приматтың, соның ішінде адам баласының нейрондар санының арасында тепе-теңдік бар. Мысалы, салмағы 25 кг маймыл 53 миллиард нейроны бар мидың жұмысы үшін күніне 8 сағат тамақтануы керек. 1,5 миллион жыл бұрын тамақ пісіру өнер табысы бізге үлкен артықшылықтар әкелді. Пісірілген тағам жұмсақ және адам ағзасына тыс қорытылған. Біздің ішектеріміз оның энергиясы оңай сіңіреді. Тамақ пісіру уақыт жағынан тиімді және шикі тамақтан гөрі көп қуат береді. Сондықтан біз миымызды 86 миллиард нейрондармен қамтамасыз ете аламыз. Бұл маймылға қарағанда 40%-ға артық. Енді бұл қалай жұмыс істейтінін қарастырайық. Ми қолданатын калориялардың жартысы құрылымды қауіпсіз сақтай отырып, мембраналар арқылы натрий мен калий иондарын жүргізіп, электр зарядын сақтау үшін барады. Бұны іске асыру үшін ми энергияны пайдалануы қажет. Біздің ми минутына 3,4-21 дәрежесі АТФ молекуласын тұтынады. АТФ бұл дененің пеші үшін көмір ретінде пайдаланылатын құрылыс. Барлық 86 миллиард нейрондарда тыныштық потенциалын сақтаудың бағасы негізгі жұмысты орындайтын аксондар мен жеке зарядтарына сигналдарды синопсис арқылы жылжытуына аз энергия бөлу. Тіпті, егер нейрондардың ең кішкентай пайызы қарастырылған аймақта бір уақытта бәрі жанса, барлық мида туындаған импульстардың энергетикалық жүгі ауыр болады. Осы жерде энергия тиімділігі туралы айтып кеткен дұрыс. Жасушалардың тек аз ғана бөлігіне бір мезетте сигнал жіберу мүмкіндігі немесе сирек кодтау әдісі максималды ақпаратты беру кезінде ең аз энергия қолдануға мүмкіндік береді. Себебі аздаған импульстардың өзі мыңдаған нейрондық жолдар арқылы тарала алады. Алайда көптеген нейрондар арасындағы сирек кодтаудың кемшілігі оның құны. Нашар жағдайда, егер жасушалардың көп бөлігі ешқашан күйіп кетпесе, олардың артық немесе шамадан тыс болғаны деген сөз. Және біз эволюция кезінде олардан құтылар едік. Бұл мәселені шешу үшін ми бір мезетте белсендіре алатын жасушалардың оңтайлы қатынасын табу керек. Максималды тиімділік жағдайында 1%-дан 16%-ға дейінгі жасушалар мөлшері кез келген уақытта белсенді болуы керек. Бұл біздің санамызға қажет энергетикалық минимум. Ресурстарды сақтау қажеттілігі ми процестерінің көпшілігі санамыздан тыс жүрудің себебі. Сондықтан бірнеше тапсырманы бір уақытта орындау тиімсіз. 3 немесе одан көп тапсырманы айтпағанда, бізге бір мезетте 2 тапсырманы орындауға энергия қуаты жеткіліксіз. Сіздің миыңыз қазірдің өзінде де ақылды және мықты. Мықты болу үшін оған көп қуат қажет, және оның ақылдылығы сонша, ол тіпті өзінің энергия тиімділігі жоспарын құрып қойған. Сондықтан жалқау ми туралы жалған аңызға сеніп өзіңізді айыптауға энергия бөлмей-ақ қойыңыз. Бүгін білген ақпараттан кейін сіз ақыл ой күшіңізді босқа жұмсау ақымақтық деп қарастырыңыз. Бізде миллиардтаған энергияны көп қажет ететін нейрондар бар. Оларды тиімді пайдалануға асығыңыз.